Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында 10 минутта тез дайын болатын ірімшік дайындаймыз, яғни творог. Құрамы қарапайым, қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Ол үшін бізге 2 литр піскен сүт, 1 литр айран және қант керек. Алдымен кастрюльге жылы сүтті құйып, қатты отқа қойып қоямыз. Сүт қайнап кетпеу керек, тек ыстықтау болса жеткілікті. Үстіне айранды құйып, орташа отқа қойып, сары суы бөлінгенін күтеміз. Сары суы бөлінген соң, жай отта 2-3 минут ұстаймыз. Осылай творогтың басы бірге бастайды. Содан соң оны сүзіп аламыз. Дайын болған ірімшікке қалауынша қант қосып араластырасыздар. Дастарханға ұсынарда жеміс-жидектермен әсемдеуге болады. Міне достар, творогымыз дайын. Осылай үй жағдайында жасасаңыздар болады.